Жалпы менің айтайын дегенім, биыл грантқа түсіп жатқан студенттер, және де серпін бағдарламасымен солтүстік аймақтарға түсіп жатқан студенттер партияларының гранттарымен құттықтаймын. Және де сендерге айтатыным, грантпен оқығаннан кейін мемлекетке оны да қайтару керек болады. Яғни оқу бітіргеннен кейін соның отработкасы шығады. Отработкадан құтылу үшін ең бірінші, ертең мысалы бакалавр оқып, университетті бітіргеннен кейін сол оқыған қалаңда 3 жылға дейін жаңағы жұмыс жасау керек боласыңдар, міндетті боласыңдар, яғни грантта оқығаннан кейін. Содан құтылудың жолы менің ойымша только магистратураға түсу керек, платный только. Магистратураға грантқа түссең, отработкадан құтылмайсың. Сол үшін универді бітіргеннен кейін неге платныйға магистратураға түсіңдер, сонда отработкадан құтыласыңдар. Басқаша вариант жоқ. Сосын мен білетін тағы, мысалы Қазақстанда магистратураға платный оқысаң, былай ақша ғой, қымбат. Сол үшін можно шетелге түсуге. Қазір көп қой неше түрлі бағдарламалар. Мысалға мен өзім 2018 пен 2020 жылға аралығында Көкшетау қаласында Шоқанда оқыдым серпін бағдарламасымен. Оны бітіргеннен кейін менің де алдымнан 3 жыл отработка деген шықты. И мен одан құтылу үшін Москвада, яғни Россияда, Омск қаласында орналасқан академияға түстім. Магистратураға платный. Себебі Қазақстаннан қарағанда шет елде оқудың бағасы 10 есе арзан. Жалпы бәріңе де солай отработкадан құтылудың жолын айтқым келген. Қазір егер де сен олай магистратура платныйға түспесең, не өзің мамандығыңмен жұмыс жасамасаң, онда өкіметтен 3 миллионмен одан жоғары даже штраф келеді. Сондықтан магистратураға платныйға түсіп кетейік. Ең дұрыс жолы сол. Немесе өзің мамандығыңмен сол солтүстікте болсын, қай жақта грантта оқыдыңдар, сол жақта 3 жыл жұмыс жасау керек.